Так, позвольте начать заседание диссертационного совета. Совет сегодня состоит из двух частей, до обеда и после обеда. Будет две защиты, одна до обеда, другая после обеда. И председатель, и секретарь совета не меняется, остальные меняются. Так что позвольте слово предоставить секретарю совета, пожалуйста. Қайырлы күн, диссертациялық кеңес мүшелері. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Кворум на сегодняшний совет имеется. У нас диссертационный совет в составе из постоянных членов 4: Алияров Лесбек Канич, Бакен Хайрат Асангалич, Розалиева Сандоштабергена, Умбетков Фертуал Кажибулыч. Зампредседателя Бакен Хайрат Асангалич, он подключается онлайн. Дальше временные члены диссертационного совета Сарласов Ербол Дабергенович, Бабухаджаев Рахимжан Пачиханович и Талипов Олжас Манабекович здесь в зале в офлайн присутствуют. Официальные рецензенты Нугманова Айжан Олжабекқызы, Карманов Амангельд Ерболович тоже офлайн в зале присутствуют. Кворум имеется. По краткую информацию о соискателе Наурыз Бауыржан Кусаиновича хочу представить. Наурыз Бауыржан Кусаинович в 2011 году закончил бакалавриат Алматинского университета энергетики и связи по специальности теплоэнергетика. В 2013 году закончил магистратуру тоже Алматинского университета энергетики и связи по специальности теплоэнергетика. В 2021 году закончил докторантуру НАУ Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукиева по специальности теплоэнергетика. В аттестационном деле Наурыз Бауыржан Кусаиновича имеются заявления на имя председателя диссертационного совета, отзывы отечественного научного консультанта Дастярова Абай Мухамедиарула, доктора технических наук, профессора кафедры теплоэнергетика НАУ Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сейфуллина, город Астана. Также зарубежного руководителя Терзиев Ангел Костадинов, доктор философии, профессор, декан факультета энергетика и энергетических машин Технического университета Софии, город София, Болгария. В аттестационном деле также имеется диссертационная работа в твердом переплете и на электронном носителе, аннотации на казахском, русском, английском языках, список научных трудов и их копии, заверенные ученым секретарем вуза, выписка из протокола расширенного заседания кафедры теплоэнергетика АОС имени Гумарбека Даукиева, справка из Национального центра государственной научно-технической экспертизы о том, что в результате анализа совпадений с фондом не обнаружено. Все данные получены в соответствии с технологией системы антиплагиат. Также копии диплома о высшем образовании об академической степени магистра, копии транскрипта об освоении профессиональной учебной программы докторантуры, выписка из протокола ученого совета НАО имени Гумарбека Даукиева об утверждении темы диссертационной работы. Также имеется заключение этической комиссии, личный листок по учету кадров, заверенный круглой печатью. Все документы соответствуют требованиям Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования и Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан о присуждении степени доктора философии, о ходатайстве в присуждении степени доктора философии PhD. Защита будет на казахском языке, диссертация выполнена на кафедре теплоэнергетики и представлена на казахском языке. Можем начинать. Вопросы? Сандугаш имеется? Нет? Пожалуйста, если кое-что задайте. Если нет вопросов, то позвольте перейти к защите. Да, слово предоставляем диссертанту, докладчику. Наурыз Бауыржан, пожалуйста. Баяндамаңызды берсеңіз болады. Қайырлы күн, құрметті диссертация кеңес мүшелері және қатынасушылар. Баяндаушы Гумарбек Даукиев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетінің докторанты Наурыз Бауыржан Құсайынұлы, ғылыми кеңесші Дастяров Абай Мухамедиарула, шетелдік ғылыми кеңесші Терзиев Ангел Костадинов. Диссертация тақырыбы қарсы бұралатын ағысы бар микрофакелді құрылғыны әзірлеу және зерттеу. Жұмыстың өзектілігі. Микролау отын жағу бағыттарынан бірі дамыған жалын фронтын алуға мүмкіндік беретін оттық құрылғылары мен қарсы бұралатын ағысы бар жану камералары болып табылады. Мұндай дамыған микрофакелді жағу жану камерасының габариттері мен металл сыйымдылығын қысқартып қана қоймай,
жанудың жоғары тоқтылығын толықтан қамтамасыз етуге, сондай-ақ зиянды заттардың шығымдарын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Отынды жағудың микрофакелді жүйелері бойынша жұмыстарға жасалған шолу және газ турбиналық қондырғылар мен газ турбиналық қозғалтқыштардың жану құрылғылары мен камералары саласындағы әзірлемелердің қазіргі жай-күйін талдау жеткілікті пысықталмаған және зерттелмеген бірқатар проблемалар анықтады. Диссертация мақсаты техникалық, экономикалық және экологиялық көрсеткіштерді жақсарған отынның жануын қамтамасыз ететін қарсы бұралмалы ағындары бар газ турбиналық жану камераларына арналған микролау алдыңғы құрылғыларының әзірлеу және зерттеу болып табылады. Қойылған мақсатқа жету үшін келесі мәселелер шешіледі. Газ турбиналық жану камераларының экологиялық қауіпсіздігі бойынша технологиялық және конструкторлық шешімдерді талдау, қарама-қарсы бұралған ағындары қалыптастырылатын микролаудағы жағу принципі қолданатын оттық құрылғысының ұсыну. Қарсы бұралатын ағындары бар оттығы бар жану камерасының алдыңғы жағына алдын ала зерттеу жүргізу және өнертабысқа өтінім беру. Қарсы бұралған ағындары бар жану камерасының алдыңғы құрылғысының гидравлика және жану үдерістерінің математикалық модельдеуді жүзеге асыру. Жану құрылғысының техникалық, экономикалық және экологиялық сипаттамаларын айқындап отырып, эксперименттік стенд әзірлеу және әртүрлі жану режимдерінде қарсы бұралмалы ағындары бар жану құрылғысының эксперименттік зерттеулерін жүргізу. Қарсы бұралмалы ағындары бар газ турбиналық қондырғыларының жану камераларының азот тотығының түзілуін бағалау үшін нақтыланған тәуелділікті ұсыну. Микроалау жандырғысы бар газ турбиналық қондырғыларының жану камерасының жаңа тиімді фронттық және жандырғы құрылғыларының схемаларын әзірлеу және Қазақстан Республикасының патенттерімен ресімдеу. Зерттеу объектісі мен әдістері. Техникалық, экономикалық және экологиялық параметрлер жақсартылған газ турбиналық қондырғылар мен газ турбиналық қозғалтқыштары үшін газ қарсы бұралмалы ағындары бар өнімділіктің өзгеруі мен сұйық және газ тәріздес отынның құрамындағы елеулі өзгерістердің кең ауқымында тұрақты жұмыс істейтін жану камера микрофакелді құрылғысы болып табылады. Қойылған мәселелерді шешу үшін қарсы бұралмалы ағындары бар жану құрылғыларында жану үдерістерін зерттеудің эксперименттік әдістері мен компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, математикалық статика негізінде алынған эксперименттік деректерді өңдеу пайдаланылды. Микролау құрылғысының мен жану камерасының алдыңғы бөлігіндегі үдерістерді зерттеу кезінде консоль мультифизик және ансис флюент бағдарламалық өнімдерін пайдалану арқылы орындалған математикалық модельдеу пайдаланылды. Ғылыми жаңалығы сандық модельдеу және эксперименттік зерттеулер негізінде қарсы бұралмалы ағындар мен микрофакелдік жану қағидатына негізделген газ турбиналық қондырғыларының жану камераларының тиімді отын жағу құрылғыларын құру тәсілдері құрастырылды. Теориялық және эксперименттік зерттеулер негізінде микролау құрылғылары бар қарсы бұралмалы ағындар әзірленді. Бұл ретте жобалау сатысында қарсы бұралмалы ағындар бар жанарғы құрылғысының өлшемдері мен сипаттамаларын бағалауға мүмкіндік беретін жаңа теориялық және эксперименттік деректер алынды. Микролау құрылғысы бар қарсы бұралмалы ағындары бар пайдалану кезінде жану камераларын азот тотығының шығымын анықтау үшін эмпирикалық теңдеу ұсынылған. Газ турбиналық қондырғыларының жану камераларының микрофакелді жандырғы және фронттық құрылғыларының жаңа құрылымдық схемалары әзірленді. Қорауға шығарылатын нәтижелер. Қарсы бұралмалы ағындары бар ағындарды ескере отырып, жану құрылғыларына жану процестерін сандық модельдеу және эксперименттік зерттеулер нәтижелері алынды. Жану аймағында қарама-қарсы айналған ағынды ескере отырып, зиянды заттардың түзілуін есептеу әдістемесі әзірленді. Жоғары экологиялық және техникалық көрсеткіштері қарсы бұралмалы ағындары бар микрофакел құрылғысының конструкциясы жетілдірілді. Енді қарсы бұралмалы ағындары бар микрофакелді құрылғыларында ауаның айналу процесін модельдеу. Жандырғы құрылысының моделі ретінде қарсы бұралма ағындары мен жандырғысы таңдалды. Оның изотермиялық түрі 2:1 суретте көрсетілген, жандырғы 2:2 суретте.
екі қабатты қалақша құрылғыларынан тұратын кіру тіркелімінен тұрады. Бірінші сыртқы қабатта бұрышы 60 градус, екінші деңгейде бұрышы 60 градус екінші тіркелімдер. Сурет 2-де 3-те әртүрлі жылдамдықтарда сандық модельдеу нәтижелері берілген. Көк және қара көк түсті контурлар кері ағымдар аймағын білдіреді. 40 метр секунд жылдамдықта кері ағымдар аймағы бір калибрлі болады. Олардың жылдамдығы шамамен 36 метр секунд құрайды. Жылдамдықтың артуы кезінде кері ағымдар аймағының тұрақты мөлшері кезінде күшті жер кері жылдамдықтардың артуы байқалады. 80 метр секунд жылдамдықта қайта айналу аймағының өлшемдері сақталған кезде күшті кері ағымды дақ пайда болады. Осындай үдеріс жылдамдық 120 метр секундқа дейінгі артқан кезде де орын алады. 2-де 4 суретте қыздырғыш сағасынан 0,5 калибрлі қашықтықта жылдамдықтарды көлденең бөлу берілген. Суретте көрініп тұрғандағыдай жандырғы құрылғысының орталық бөлігінде беру жылдамдығының ұлғаюымен күшті кері ағысы бар дақ өседі. Бұл жағдайда бір жағынан жалынды жоғары тұрақтандыру мүмкіндігін білдіреді, екінші жағынан дамыған орталық аймақ отынның көп мөлшерінің деңгейі жоғары температураның жергілікті аймақтарын құруға және жандырғы құрылғысының шыға берісте азот тотығының шоғырлануын арттыруына әкелуі мүмкін. Сондықтан жандырғы құрылғыларының мұндай түрі үшін отынды беру аймақтарын дұрыс анықтау қажет. 2-де 5 суретте жандырғыдан 0,5 калибр қашықтықта қима бойынша жылдамдықтарды бөлу берілген. Суреттерден көрініп тұрғандағыдай жылдамдықтың артуымен перифериялық аймақтар да жылдамдық артады. Бұл ретте жылдамдық өсуінің күрт өсуі бар. Ең кем жылдамдықтар кезінде бойлық жылдамдықтардың өсуі неғұрлым тәуелділікке ие. 0,5 калибрлі қашықтықтағы рециркуляциялық аймақтардың мөлшері жылдамдық артқан кезде өзгермейді және 0,3 калибр құрайды. Осындай талдаудан мынандай қорытындылар жасауға болады. Ағыс жылдамдығына қарамастан кіру тіркеліміне кейінгі рециркуляция аймағының тұрақты өлшемі болады. Жалынды тұрақтандыруын қарастырсақ, орталық рециркуляция аймақтың болуы артықшылық болып табылады. Өйткені ол әртүрлі жүктемелер кезінде жалынды ұстап тұру үшін жеткілікті температура режимді қамтамасыз етеді. Кері тоқтардың дамыған аймағының болуы жоғары температуралардың жергілікті аймақтарын құруға және жандырғы құрылғысының шыға берісте азот тотығының шоғырлануын арттыруға әкелуі мүмкін. Сондықтан қарсы бұралма ағындары бар микроалау құрылғыларының үшін отынды беру аймақтарының оңтайландыру қажет. Отын ауа қоспасының алдын ала араласуын тұрақтандыру мен жану процесінің әсерін талдау, зерттеудің одан әрі даму болуы тиіс. Жану үдерістерінің жану және айналымды ағындары бар микроалау құрылғысының үшін зиянды заттардың пайда болу математикалық модельдеу нәтижелері. Бұл ретте жану үдерістерін имитациялау үшін жүзеге асырылатын турбулентті модель қолданды. Стандартты іске асырылатын модель турбуленттік кинетикалық энергиясы және оның диссипация жылдамдығы үшін модельдік тасымалдау теңдеулеріне негізделген модель. Ал жану моделі алдын ала араластырылмаған жану болып табылады. Модельдеудің бірінші кезеңінде қарсы бұралмалы ағындары бар микроалау құрылғыларының оттық құрылғысындағы жылдамдыққа және сәйкесінше ауа ағынының байланысты қоспа түзілуі және жану тұрақтылығы, азот тотығының түзілуі үдерістерін зерттеледі. Жану үдерісі 2-де 1 кестеде келтірген бастапқы деректермен қарастырылды. 2-де 8 суретте артық ауа коэффициенті альфа тең 2-ге болғанда, жоғары температуралы жану аймағында ауа ағынның әртүрлі жылдамдықтарында сандық модельдеу нәтижелері көрсетілген. Ауа жылдамдығының жоғарылауымен және тұрақты артық ауа коэффициентімен отын шығыны және сәйкесінше жылу қарқындылығы жану камерасының жұмыс көлемі және оның көлденең қимасы артады. Жылдамдықтың жоғарылауымен турбуленттілік артады және масса алмасу процестері жақсарады. Бұл температура өрісінің тез теңестірілуіне әкеледі. 2-де 9 суретте сандық модельдеу нәтижелері бекітілген коэффициентте
әртүрлі ауа ағынының жылдамдығын ұсынылған артық ауа коэффициенті альфа 4-ке тең. Ауа жылдамдығының жоғарылауымен және тұрақты артық ауа коэффициенті отын шығыны және сәйкесінше жану камерасының жұмыс көлемінің жылу қарқындылығы оның көлденең қимасы артады. Жылдамдықтың жоғарылауымен турбуленттік артады және масса алмасу үдерістері жақсарады. Бұл температура өрісінің тез теңестірілуіне әкеледі. 20 метр секунд ауа жылдамдығында температура өрісі іс жүзінде 2,5-тен 3 калибрге қашықтықта теңестіріледі. Ауаның 5-20 метр секунд жылдамдық аумақтарындағы жұмыс көлемінің жылу кернеулігінің деңгейі 55-тен 223 ватт метр куб паскаль диапазонында болды. Бұл ретте үлгілік учаскеде шығудағы газ ағынның орташа жылдамдығы 20-68 метр секунд құрады. Есептелетін азот тотығы және көміртек тотығының шығымдарын модельдеу нәтижелері бұрындалардан 800 мм қашықта жану аймағында шығудағы есептеу нүктесі 2/3 кесте келтірілген. Қарсы айналымда ағындары бар микроалау құрылғыларын жану камерасының зиянды шығымдары аналитикалық есептеу. Бұл атмосфералық органикалық оттының улы жану өнімдерінің ластануымен күресу мәселесіне байланысты жобалау сатысында содан кейін жану камераларын сынау кезінде тәжірибелік және есептік деректерді салыстыру үшін қозғалтқыштың уыттылығын, оның ішінде азот тотығының шығымдарын бағалау әдістемесі жасау қажет. 2/4 кестеде келтірілген теңдеулер азот тотығының шығымдарына жеке параметрлердің әсерінің әртүрлі бағалауын беретінін көрсетеді. Әртүрлі қозғалтқыштардың жану камералары тәжірибелік конструкторлық әдістері қолдану арқылы зерттеледі. Нәтижесінде осы мәліметтерді ескере отырып, жану камерасының жұмыс және конструктивті параметрлерінің улы компоненттерінің эмиссиясының тәуелділігі туралы жаңа мәліметтер анықталды. Қарсы айналымда ағындары бар микроалау құрылғыларында ішінара аралас таусылған отын жинақтары бар газ тәрізді отынды микроалаумен жағу үшін есептеулер біршама жеңілдетілген. Өйткені жоғарыда келтірілген зиянды шығындардың пайда болуына әсер ететін негізгі факторлар температура мен қысыммен анықталатын химиялық реакциялардың жылдамдығы, қаралып отырған зат концентрациясының жануға қатысатын жалпы ауа үлесіне пропорционалды төмендеуі, бастапқы аймақта жану өнімдерінің орташа тұру уақыты, араласу сапасы мен жылдамдығы бұл жалын құбырының қабырғасындағы қысымын төмендеуіне байланысты. Екіде 20 және 2/21 формулаларда қатаң теориялық негізі жоқ, бірақ барлық маңызды айналымдарды қамтиды. Жану камерасының көлемі, қысымның жоғалуы, ауаның таралуы, қысым, температура және ауа ағыны. Екіде төрт формуладан көрініп тұрғандағыдай, ол жану камераларының жеткілікті класына арналған және ең алдымен жану камерасының артындағы газдардың температурасын мен жұмыс істейді. Эксперименттік қондырғының сипаттамасы және физикалық моделі. Фронталды құрылғылар мен оттықтардың зерттелген арналған стендтің жалпы көрінісі. Микроалау оттығы ретінде қарсы бұралмалы ағындары бар микроалау құрылғылары 3/3 және 3/4 суреттерде пайдаланылды. Ол корпустан отын беруге арналған мыс түтіктен және қалақ регистрлер бар модельді өзінен тұрады. Сыртқы оттық регистрі қалақ аппаратына сағат тіліне қарсы бұралу
ішкі оттық регистрі қалаға апаратын сағат тілі бойынша бұралуы. Қалақша регистрлері бар модельдің негізгі өлшемдері 3:5 суретте көрсетілген. Алдын ала дайындалған отын ауа қоспасынан микроалау құрылғыларынан кейінгі эксперименттік нәтижелері. Бұл ретте бұл конструкциясында отын беру сақиналы коллекторлардың түтік арқылы жүзеге асырылады. Тесіктері бүкіл шеңбер бойымен орналасқан және қалақшалар арасында орналасқан. Жанармай беретін саңылаулардың саны небәрі 30, ал диаметрі 0,9 мм құрайды. Төртте бір суретте артық ауа коэффициентінің ауа жылдамдығының тәуелділігі көрсетілген. Графиктен көрініп тұрғандай, жану аймағына ауаны неғұрлым көп берсек, берілетін ауаның жылдамдығы артады. Газ температурасын өлшеу қарсы бұралма ағындары бар микроалау құрылғыларының артына орнатылған диффузорды артында жүргізілді. Артық ауа коэффициентіне байланысты көрсететін жану аймағындағы газдардың орташа өлшенген температурасының мәні 4:2 суретте, ал газдардың өлшенген температурасы 4:3 суретте көрсетілген. 4:3 суреттен келтірілгендей, үлкен артық ауа аймағындағы газдың нақты температуралар есептелгеннен төмен. Бұл өлшеу аймағындағы отынның толық жанбағанын көрсетеді. Азот тотығы және көміртек тотығы шығымдары өлшенді. 4:4 суретте азот тотық шығымдарының, ал 4:5 суретте көміртек тотығы шығымдары туралы деректер берілген. Қарсы 4:6 суретте 4:1 кестеде келтірілген отын мен ауа ағындарының жылдамдығында, әртүрлі ауа жылдамдығында тұрақты жану кезінде микроалау құрылғысының жұмысының фотосуреттері көрсетілген. Оттық құрылғысын дәл баптағаннан кейін микроалау құрылғыларын тұрақтандыру сипаттамалар жақсарды және қоспа түзілу үдерістерінің тиімділігі де жоғарылады. Бұл температура өрісінің біркелкі еместігіне және жану өнімдерінің улы компоненттерінің шығымдарына жақсы әсер етті, әсіресе азот тотығына. Сандық тәжірибелік мәліметтермен есептелген көрсеткіштерді талдау және салыстыру. Сандық есептеу бастапқы параметр эксперимент нәтижелерін барынша жақын болды. Қарсы бұралмалы ағындар бар алдыңғы қатардағы құрылғылардың эксперименттік және теориялық зерттеулері күрделі жану процесінде ауа мен газ отынның және жану өнімдерінің ағысының аэродинамикасының маңызды рөлін көрсетті. Ауа жылдамдығының жоғарылауымен және тиісінше турбуленттік жоғарылауымен жану процестері әлде қайда белсенді болады, ал алаудың ұзындығы қысқарады. Бұл азот тотық шығымдарына да жақсы әсер етеді. Тәжірибедегі және сандық модельдегі температура профильдерді сапалық жағынан ұқсас. Жылдамдық артқан сайын оттық артындағы температура өрісі тезірек теңестіріледі. 5 метр секундық жылдамдықпен жандырғыдан 3-4 калибрлі дәрежелі қашықтықта 10%-на температураның біркелкі еместігіне қол жеткізіледі. Зерттеу нәтижесінде газ турбиналық қондырғылардың жану камералары үшін ең аз улы шығымдары бар табиғи және сұйылтылған газды жағу кезінде қарсы бұралмалы ағындар бар жаңа тиімді алдыңғы қатарлы құрылғыларды құру үшін мүмкіндігі көрсетілді. Бұл ретте эксперименттер мен сандық модельдеу ауа жылдамдығының шоғырлауымен төменгі температураның орталық аймағының өсетінін және ішкі және сыртқы регистр құйындыларының кесілген жерінде жану аймағы пайда болатын көрсетті. Сондықтан қарсы бұралмалы ағындары бар микроалау құрылғыларының конструкцияларын одан әрі зерттеу және дамыту жандырғының орталық аймағындағы масса алмасу процестерін оңтайландыруға және оттық артындағы температура өрісінің біркелкі еместігін азайтуға бағытталу қажет. Оттық құрылғысының ұзындығы бойынша жылдамдықтың өзгеруі.
Жаңадан алынған патенттер негізделген жаңа микроалау құрылғылары. Өнертабыстың мақсаты пайдаланылған газдардағы азот тотығының төмен концентрациясы бар қарапайым конструкциялы газ турбиналық қозғалтқышының тиімді жану камерасын жасау болып табылады. Техникалық нәтиже гидравликалық жұмсалымдарды кеміту, отын ауа қоспасының араласу жақсарту және жану тиімділігін арттыру, ойыштық өлшемдерді және металл жұмсалымдарын кеміту, жеңілдетілген дизайн және пайдаланылған газдарды азот тотығының концентрациясын азайту болып табылады. 4:10 суреттегі көріп тұрғандағыдай жану камерасының бойлық көрінісі 4:11 суретте АА көрінісінің бөлімі, ББ бөліміндегі қалақ профилі және СС бөліміндегі қалақ профиль көрсетілген. 4:12 суретке келсек, микрофакелді оттық құрылғылары бар орнату схемасы көрсетілген. Осы өнертабыстың мақсаты азот тотығының төмен шығымдылығымен және түтін газдарының тиімді бейтараптандыруымен қарапайым конструкциясы бар бу газ қондырғыларының қалдық жылу қазандығын жасау болып табылады. Өнертабыс микроалау жандырғыларды қолдану есебінен жанармайдың жану сапасы жақсартады. Азот тотығының құрамын төмендетеді, сонымен қатар өнертабыс процесінің үнемділігі мен тиімділігіне әсер етеді. Өйткені оттық құрылғылардың бастапқы бөлігінде орналасқан. Техникалық нәтиже интенсификациялық жоғарылауы, тұрақты және тиімді жану аумағында және азот тотығының түзілуі төмендеуі. Қалдық жылу қазандығы жұмыс істеп тұрғанда газ айналымын реттеуге болады. 4:14 суреттегі оттықтың көлденең қимасы көрсетілген. 4:15 суретте қалақтардың жоғары және төменгі қатары көрсетілген. Өнертабыстың мақсаты газ турбиналық қозғалтқыштардың жану камераларында, қазандықтар мен пештерінде және басқа да жылу қондырғыларында пайдалану үшін тиімді, үнемді және өнеркәсіпте қолданылатын оттықты жасау болып табылады. Техникалық нәтиже зиянды шығымдардың кемуі, жанудың толықтығын жоғарылауы және жалынның тұрақтануының жоғарылауы. 4:16, 4:17 суреттерде жану камерасының алдын құрылғысының фронтальды кесіндісі мен көлденең қимасы. Ал 418 суретте бекіту құрылғысының көрсетілген. Қорытындылай келе, диссертациялық жұмыста газ турбиналық қондырғыларының жану камералары үшін қарсы бұралатын ағымдары бар жаңа микрофакелді фронт құрылғысы әзірленіп, зерттелді. Ол экологиялық және экономикалық параметрлер бойынша қазіргі заманға талаптарға қанағаттандырады. Әдеби дереккөздер мен патенттік іздестіруді талдау нәтижесінде аздаған микроалау құрылғыларының жағу кезінде қарсы бұралмалы ағыны мен азот тотығының шығымын төмендету мүмкіндігі негізделген. Теориялық зерттеулер негізінде Қазақстан Республикасының патенттерімен расталған газ турбиналық қондырғыларының жану камерасына арналған қарсы бұралмалы ағындар мен жаңа микрофакелді фронттық құрылғы әзірленді, іске асырылды және зерттелді. Дербес теориялық және эксперименттік зерттеулермен алдын ала араласуын кем қоспаны жағу кезінде азот тотығының төмендету үшін қарсы бұралмалы ағындар мен микроалау құрылғыларының тиімділігін расталды. Қарсы бұралмалы ағындары мен микроалау құрылғыларындағы үдерістер аэродинамикасы Комсол мультифизикстегі изотермиялық модельдеу кезінде алдын ала зерттелген. Отынның жану, отын ауа қоспасын араластыруы, сондай-ақ антициклон бағдарламасын пайдалана отырып, азот тотығының пайда болу үдерістерін сандық есептеу орындалды. Аэродинамикалық және геометриялық параметрлер байланысты азот тотығының шығымдарын алдын ала бағалауға мүмкіндік беретін микроалау құрылғыларының газ турбиналық қондырғыларының жану камералары үшін азот тотығының шығымын есептеудің жартылай эмпирикалық әдістемесі ұсынылды. Тәжірибелік және теориялық зерттеулермен алдын ала дайындалған отын ауа қоспасының микрофакелді жағу кезінде газ турбиналық қондырғының жану өнімдерінің зиянды шығымдарына арналған перспективалық нормалардың қанағаттандыратын басқа сипаттамаларға жоғары деңгейі.
кең диапазондағы микроалу құрылғыларының құрылу мүмкіндігі көрсетілген. Жану камерасының газ турбиналық қондырғысы үшін қарсы бұралмалы ағындары мен микроалау құрылғының есептік эксперименттік зерттеулері алынған нәтижелері оқу үрдісіне және каскадлы сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігін пайдалануы мүмкін. Зерттеу нәтижелері енгізу мүмкіндігі ұсыныста ұсынылған актімен және анықтамамен расталған. Жарияланымдар. Диссертация тақырыбы бойынша 13 еңбек жарияланды, оның ішінде 2 еңбек Қазақстан Республикасының білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдар, 2 ғылыми еңбек Скопус деректер базасына кіретін Thermal Science журналында, 1 еңбек шетелдік журналда, 4 еңбек халықаралық конференцияда, 3 өнертабысқа патент және 1 оқу құралы. Қосымша ада бұл патент алынған патенттер, 2 патент Қазақстан Республикасының патенті және де Евразиялық патент. Қосымша бұда өнеркәсіпке енгізілген акт және оқу барысына енгізілген акт алынған. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Келесі сөзді онда жетекшілеріне или ресми рецензенттерге? Или сұрақ-жауаппен бастайық? Сейчас вопрос, пожалуйста. Сұрақтарыңыз бар ма? Беріңіздер кімдер диссертантқа. Онлайн қосылып отырғандар кеңес мүшелері болса, Қайрат Асангалич, сұрақтарыңыз болса? Мен айтарым, мынау жалпы материалдан басқа қазақшаға аударғанда байқамайтындар. Идет становление казахского языка. Как мы участвуем, так и будет. Поэтому, пожалуйста, как он переводил, удачи, неудачи, он не возбраняется, наоборот, желательно. Пожалуйста, вопросы. Срок переводит. Срок перевода. Бастауға Олжас Стариков. Бірінші сұрақ, осы сіз қарап атқан қарсы бұрылатын ағысы бар микрофакторды құрылғылардың өзектілігі қандай, немесе басқа осындай құрылғыларға қарағанда өзектілігі немесе новизна, отличие какое? Бұл жерде дәл менің зерттеуімде өзектілігі басқа жану камерасының жаңағы жандырғыларына қарағанда менде жалынның ұзындығы қысқаруы және жалпы жану камерасының көлемінің кемітуі және көлемі кемігеннен кейін металдың жаңағы металл шығымдарының жаңа азайтуы, то есть экономикалық тиімділігі несіне жағынан, экологиялық және құрастыру жағынан. Аз мөлшерде. Извините, смотрите, мы часто употребляем слово затраты и потери. Затраты жұмсалымдар, а потери шығындар. А сен жұмсалынбай тұтып шығындавайсың. Вот поэтому осторожно, мы живем в период становления казахского технического языка. Поэтому нужно проявлять достаточно четко, жестко в этом вопросе. Знаете, иногда может здесь не жестко. Лучше жестко, чем пропустим так. Не шығындар, это шығындар потери, а жұмсалымдар затраты. Вот их надо отличать четко. Металл жұмсалымдарын азайтуға. Рахмет. Екінші сұрақ онда. Азайтқан қазақша кемтілген сөзі бар. Давайте боремся за казахский язык нормальный, грамотный. Азайтылған это другое. Кемтілген чуть-чуть по магнасу, смысл вроде тоже, но чуть-чуть разный все толковать. Вот Байқау сөйле көріп та, үйренейік соны дұрыстап қатылау қарап. Лучше чуть-чуть будем жестко, чем, допустим, болтовни пустую, да?
То есть формирование ненужных слов дейді. Соны сөйтіп байқап тұрайық, рахмет. Онда екінші сұрақ. Осы микрофабрика құрылған ішінде сіз қанша қалақша таңдадыңыз и қалай есеп шығардыңыз? Бұрышы, қойылған бұрышы 60 дедіңіз, е? Иә, 60. Қалай оны таңдадыңыз? Алдын ала есептеген кезде біз модельдік есептеуде басында 45 деп таңдаған болатынбыз. Бірақ ол модельдік есептеуден айтарлықтай жүзеге аспағандықтан 60-ты есептеп көргенде модельдік есептеуде ол бізде жанып жақсы көрсетілімдер көрсетті. Сөйтіп біз уже сол 60 градусты эксперименттік тәжірибелік жүзінде көріп, сөйтіп бізде эксперименттік нәтижемен модельдік есептеуде теңестірілді екеуінің алынған нәтижелері. Рахмет. И соңғы сұрақ, сіз қандай металлды қолданасыз осы горелкаларда? Немесе мен сұрағым, температурасы, ағу температурасы қандай? И қалай сіз эксперимент жасағанда металл шыдай ма жоқ па деп сұрақ. Иә, біз қалақшаларды 2 миллиметрға балдық. Металл бізде кәдімгі гостовая сталь болды. Ол бізде температура аймағы 900-ден 1200 температура градусқа Цельсийге дейін ұстайды температураны. То есть мен мына тәжірибеден кейінгі өзімнің нем әлі бар. Камера сгоранием. Жандырғым бар. То есть қалақшалары күйген жоқ. Рахмет. Суыту бар ма? Охлаждение? Охлаждение, я мына недегідей, патенттегідей көргенде мына жерде міне екіде міне 3 пен 4-10 суреттегі 3 пен 4-тің арасында бізде ауа жаңағы қосымша ауа беріледі. Сол қосымша ауа арқылы жаңағы жандырғының қабырғалары суытылады. Рахмет, сұрақ жоқ. Рұқсат болса, Қайтып. қайырлы күн әріптестер, Бауыржанға осындай сұрақ. Осы зерттеу жұмысын жасаған кезде қандай отын, газды отын қолданысыз? Бұл газды отын қандай құрамын қарадыңыз ба, жану температурасын қарадыңыз ба осы газдың? Ол бір сұрақ. Екінші сұрағым, осы жану процесі кезінде шығатын көміртегі тотықтары бар. Сол көміртегі тотықтарының өлшемін қандай құралмен өлшедіңіз? Қанша мөлшерде шығады екенін, шыға ма, егерде шықса қалай анықтадыңыз? Және жану процесі кезінде газға байланысты, қазір қандай газды айтасыз? Сол газдың жаққан кездегі артық ауа коэффициенті деген бар. Сол артық ауа коэффициентін қанша болғанын соны айтып өтсеңіз, содан кейін сосын тағы жалғастырамын сұрақтарды. Жауабыңызды тыңдайын сіздің. Бірінші сұрақ, газды отын. Қандай газды жақтыңыз зерттеу жұмысын жүргізген кезде? Табиғи газ ба? Бізде пропан болды. Пропан бутан. И өлшеген құралымыз біздің газоанализатор болды, тесті 350. Ол түтінді газдарды өлшедіңіз, құрамын, Иә, түтінді газдың құрамын өлшегенде көміртегі мөлшері қалай көрсетті? Сонда сіздің жанарғыңыз жұмыс жасаған кезде СО қазір.
мөлшерден артық болды ма, кем болды ма, немесе сол мөлшердің аралығында болды ма, қоршаған ортаны ластамау үшін? Иә, сол қоршаған ортаны ластамау үшін сол мөлшерде болды, нормаларда болды. Нормаларға сәйкес келді, сонда сол нормаға сәйкес болғандықтан артық ауа коэффициенті деген бар. Отын толығымен жануға керекті. Сол артық ауа коэффициентін қарастырдыңыз ба? Осындай ауа коэффициенті болған кезде көмір қышқыл газы СО, көміртегі тотығы дейді. Сол осындай мөлшерде шықты деген соны естігім келіп отыр. Иә, 2-3 кестеде келтірілген азот тотығы мен және көміртек шығындардың модельдеу нәтижелері осында көрсетілген. Артық ауа коэффициенті неше сонда болған? 4. Бұл кестеде 4 болған. Артық ауа коэффициенті тағы кестеміз бар, 2-де 1 деген ол жерде бізде артық ауа коэффициенті 2-ге тең болған кезде жағдайда. Жарайды. Онда осында келесі сұрақ. Жану температурасына байланысты жаңа әріптесім сұрақ қойған. Қарастырдыңыз ба? Жану газды отын, пропан бутан дедіңіз, справочникта бар ғой, жану жылулығы қарастырдыңыз ба? Сол жану жылулығы. Ол сұрақты қойын деп тұрғаным, мына металлоконструкция, металдан жасалған конструкция қызуға төзімді болып деформацияға ұшырауы мүмкін да? Сол деформацияға жану аралығы қанша уақыт қолдандыңыз? Осы металлоконструкцияны құрастырған жанарғыны қанша уақыт қолданғанда сол деформацияға ұшырамаса, сол қанша уақыт аралығында қолдандыңыз? 5 минут па, 10 минут па, сол аралықта деформацияға ұшырамады деп сондай жауап айтсаңыз. Деформацияға ұшырамаған уақыт аралығы ол жаңағы үзіліссіз режимдерді ауыстырып отырып жандырған кезде бізде 2 сағаттай болды. То есть деформацияға ұшыраған жоқ. Кейінгі зерттеулерде тағы жүргізген кезде деформацияға ұшыраған жоқ. Повторим, байқалатындай деформация деформация есть. Только заметной деформации нет. Соны нақтылап айтып үйрену керек. Привыкать нет, отвечать четко. Жарайды, жақсы, сұрағым жоқ. Рахмет, жүргізіп жүркім. Саламатсыздар, сау болыңыздар бәріңізді. Мен Рахымжан Бабақожаев, Ташкент техникалық университет. Наурызжан, екі сурет ашыңызшы. Қай кестені? Сурет 2.2 слайд номер жоқ екен. 2-де 2 сурет па? Осы ма? Сол. Вы сказали здесь наклон лопаток 60 градусов, да? Иә. Как это определялось? Почему только одну величину даете? Первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Вот это выбор основался ли или вы учтены выборы градус наклона гидравлическое сопротивление? Жауап беруге рұқсат болса? Да, пожалуйста. Алдындағыдай айтқандағыдай математикалық есептеуде біз 45 градус пен 60 градусты алдық. Себебі оның алдындағы осындай микроалау құрылғылары бар зерттеулердің қалақшаларын зерттеп келе осы 45 пен 60 алдық. Сөйтіп 45 пен 60 градус математикалық модельдеуде 60 градустағы қалақшалар жақсы нәтиже көрсетті. Соны біз тәжірибелік жүзеде асырдық. Қандай жақсы нәтижелерін айтыңызшы? Ол жаңағыдегі бағанағы айтып кеткендегідей ауаның жалынның қысқартылуы, металл жұмсалымдарының кемуі және де толық жануы, отынның толық жануы және де Достаточно, ладно, понял. Следующий вопрос можно? Конечно. Так, сурет тур 1. сурет Тур 1. Коэффициент избытка воздуха.
Да, Иә. слышали. Это результат ваших исследований, да, это характеризует, это график. Иә. Вы предлагаете, где останавливаться при выборе коэффициента избытка воздуха? Потому что чем больше воздуха, тем худше тепловая производительность и мощность аппарата. Вы можете предложить какой-то диапазон работы в этом графике? Иә, бұл жерде бізде тәжірибеде көрсеткендегідей жанудың бұзылуы альфа 13 пен 14 кезінде орын алады. Ол 6-7 метр секунд ауа жылдамдығына сәйкес келеді. Еще можно вопрос? Конечно. Так, следующий вопрос. Вот насчет оксидов азота. Вот снижение оксида азота на чем основывается у вас в вашей работе? Жанудың толықтығымен. Это приводит к повышению альфа, да? Иә, Естественно. иә. Так, следующий вопрос. Патенттағы жеке үлесіңізді айтсаңыз. Меня интересует вот этот патент, евразийский патент. Гарри Касаев, встреча закручивающийся струями. Да. Жеке үлесіңіз қандай? Жеке үлесім бұл жерде экспериментті жасап болғандан кейінгі жаңағы жану камерасының өзім құрастырғаным. Содан кейінгі алынған, тәжірибедегі алынған нәтижелері осы мен жеке үлесім. Тағы бір сұрақ бар. Так, насколько повышается тепловая мощность вашей конструкции при применении других аппаратов? Ну, конкретно газотурбинный станок, например. Ну, в процентах можно примерно. Вообще повышается или нет вообще? Енді бізде жаңағыдегі жану толықтығы жоғары болғандықтан бұл жерде біз айтуға болады 98 аралықта болады, 98%. Рахмет. Только өзіңізді атап, чтобы запись идет, чтобы запись представляйте, пожалуйста. Сарбасов Ербол. У меня один вопрос, связан с графиком выбросов NOx и рисунок, значит, у нас 4.3 и 4.4. Только что коллеги, в принципе, спросили, почему график меняется, значит, на понижение. И мне бы хотелось бы дополнительно спросить, какие дополнительные механизмы здесь играют роль, чтобы концентрация NOx снизилась. Обычно, если сравнить с графиком 4.3, температура у нас снижается. Если снижается температура, значит NOx концентрация должна тоже снижаться. Это согласно механизму Зеловича. Сужаем, тағы да толықтырып қойып кетсеңіз. Иә, бұл жерде газ температурасын өлшеу қарсы бұралмағандар бар микролокордың артына орнатылған диффузордың артында жүргізілуі. Артық ауа коэффициентіне байланысты көрінетін жану аймағындағы газдардың өлшенген температурасы. Бұл жерде сізде биогаздың несі өлшемі азайып жатқан жоқ қой. Сол ана келесі таблица бойынша сол биогаз қайтадан беріліп жатыр. Бірақ бұл жерде қандай қосымша механизм орын алуы мүмкін? Жаңағы артық беріп жатқан кислородтан басқа. Бұл жерде азот тотығымен және көміртек тотығының шығымдарын өлшенуі шығымдарының шығымдар туралы деректер берілген. Сіздің газовый анализаторда қандай
сіз жазып алдыңыз NOx, N2O, болмаса NOx, болмаса NO2. Олар болды ма сіздерде газды анализатор? Иә, бізде NOx болды. Азот тотығы болды. Азот тотығы, көміртек тотығы. Сосын эксперименттер қанша уақыт жалғасты осы NOx бойынша? Бұл бойынша эксперимент бірнеше сериядан тұрды. Жалпы сағат уақытын айтайын ба, или Жоқ, қанша рет жүргіздіңіз? қанша рет жүргіздім? Қанша режимде? Бізде 8 режимде болды. Жақсы, рахмет. Так, кімде сұрақтар бар, беруге болады. Сұрақ беріңіздер. Көзімді айт, кім екенімді. Жазылу идет, запись идет. Сәлеметсіздер ма? Нұғманова Айжан Олжабекқызы. Бауыржанға бір сұрағым бар еді. Осы зерттеу нәтижелері газ турбиналық қондырғыларды жаңғыртуда қандай нақты экологиялық және техникалық жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді? Экологиялық, иә? Зерттеу нәтижелері газ турбиналық қондырғылардың жаңғырту барысында экологиялық көрсеткіштерін айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді. Азот тотықтарының түзілуі мен көміртек тотығының эмиссиясы төмендейді. Отынның толық жануы қамтамасыз етіледі. Және де бұл турбиналардағы жұмыс тиімділігін арттырады. Сонымен қатар жаңа конструкциялық жану камераларының габариттері қысқарып, олардың жұмыс мерзімі ұзартады. Рахмет. Тағы сұрақтар. Умбиткулов Ертуган Кожегулович. Бірінші сұрақ, математикалық статистика бойынша эксперимент жеткілікті мәліметтер саны негізделді ма? Иә, негізделді. Байқайсыңдар ғой, суреттерде 4-1-ден бастап бізде қанша 4-5 мәліметтер көрсетілген тек. Екінші сұрақ, сызған қисықтарды қандай ғылыми әдістер қолданып сыздыңыз? Сызықтарды дәлелдеңізші, неге бұндай сызықтар сызылған? Тіке сызықтар, экспонент бойынша. Бұл жерде ансис флюент пен комсал мультивекситпен өлшенді. Егер методын әртүрлі анализдер бар ғой, регрессивный. Метод наименьший квадрат қолданған шығарсыз, иә? Иә, ауа тотық шығымдарын артық ауа факторларын тәуелдігіне. Рахмет. Келесі сұрақтар. Тағы бір сұрақ қойын дедім. Мен мына сіздің зерттеу бойынша газды қолдандыңыз, да, бұндай эксперименттерде. Енді осы қазіргі заманда бізде үлкен проблема ғой, көмір көп, жылдар өтіп жатыр, 60 жыл жақындап келе жатыр дегенде. Осы сіздің әдістеріңізді, мысалы, қазандыққа негізі көмірді ұнтап, газ жағы ауамен араластырып береді ғой, газ есебінде. Иә. Сондайда қалай қарайсыз? Осындай сіздің әдісіңіз қолданған кезде осындай тиімділігі бола ма, осы әдістің, мысалы, көмірді қолданған кезде? Көмірді жаққанда ма? Мысалы, көмірді ауамен араластырып газ есебінде үрлеген кезде, осындай әдістеріңіз ішіндегі
жаңағы шығындарды азайта ма дегені ғой. Иә, айтарлықтай азайтуы мүмкін. Қазіргі уақытта газ турбиналық қондырғылардың зиянды шығындарын қалдықтарына қойылатын талаптар артып келеді. Сол себепті газ турбиналық жану камералары үшін аз ауатын ауа қоспасының жағуға арналған жану жүйелері, соның ішінде микроалау жүйелері көбірек қолданылады. Рахмет. Келесі сұрақтар. Келесі сұрақ. Кімде бар? У меня больше просьба казахскоговорящим членам совета, потому что, понимаете, мы с вами живем в период становления казахского технического языка. Поэтому не просто текст, материал, но если как он перевел с русского на казахский язык, что он байхат патрандар, это очень важно и для него, и для нас тоже. Понимаете? Мне кажется, у него перевод был неплохой. Вот оно, вот коэффициент избытка воздуха. Он как-то вот, мы как с ним вольно слишком обращаемся. Байхат нақтылауды керек. А оның артықта коэффициент. Артықауа коэффициент дейміз. Артықауа коэффициент деп. Вот очень надо аккуратно говорить. Орысша үйренгенбіз заттан, а қазақша аударған кезде всем вольно обращаться. Он байқап сөйлеу керек, да? Мы не просто занимаемся, мы с вами участвуем в становлении казахского технического языка. Учимся говорить на казахском языке, техниками. Сондықтан байқап әр жерінде байқап айту керек. Рахмет. Сұрақ бере беріңіз. Келесі сұрақтар. Сұрақ жоқ болса, бізде негізінен диссертациялық тақырып бойынша сырттан қосылған, шақырылған уақытша диссертациялық кеңес мүшелері жеткілікті түрде сұрақ берді деп есептейміз. Егер басқа да сұрақ жоқ болса, онда ресми рецензенттердің пікірін тыңдауға берсек. Бірінші ресми рецензент Нұғманова Айжан Олжабекқызы. Сіздің пікіріңіз. Айжан Олжабекқызы. Ресми рецензенттің тағы да сәлеметсіздер ма? Нұғманова Айжан Олжабекқызы. Бізде пікір 13 пункттен тұрады. Соның ішінде ескертумен Пожалуйста, представьте мне, вы откуда? Там идет запись, поэтому надо сказать, я такая-то, Жанна хорошая девушка, но работает как тут, это работает кем-то. То есть вполне надо представить, и запись смотреть будет. Жақсы, кешіріңіз. Нұғманова Айжан Олжабекқызы, доктор философии PhD, старший преподаватель кафедры теплофизики и технической физики Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. Жалғастыра берсем бола ма? Бізде жаңағы пікір 13 пункттен тұрады. Соның ішінде диссертациялық ескертумен ресми рецензенттің шешімі туралы айтсам бола ма? Жақсы, рахмет. Диссертацияға ескертулер, ол диссертацияға қосымша қарама-қарсы бұрылатын ағындары бар, микрофакелді жағынды құрылысын пайдалану кезінде ұсыныстар берілу керек деп ойлаймын. Жоғарыда аталған ескерту осы диссертацияның ғылыми және практикалық құндылығын төмендетпейді. Және оның артықшылықтары айқын болып табылады. Ресми рецензенттің шешімі диссертация мәні мен мазмұны бойынша қолданбалы маңыздылыққа ие, жоғары ғылыми деңгейде орындалған және аяқталған ғылыми жұмыс болып табылады. Осылайша Наурыз Бауыржан Құсайынұлының қарама-қарсы бұрылатын ағындары бар микрофакелді құрылғылар әзірлеу және зерттеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің дәрежелер беру қағидаларына талаптарына сәйкес келеді. Ал оның авторы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылыми және жоғары білім саласындағы сапасын қамтамасыз ету комитеті алдындағы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім 6D 07 1700 жылу энергетикасы мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін беру туралы ұсыныс жасалынған лайықты. Рахмет. Жақсы, рахмет. Екінші ресми рецензент Карманов Амангелдер Болыш, сізге сөз. Қайырлы күн, әріптестер.
Аты жөнім Карманов Амангелді Ерболович, кафедра меңгерушісі, жылу энергетика кафедрасының Торайғыров университеті, қауымдастырған профессор, философия докторы. Бауыржанның жұмысын қарастырғанда, осы ресми рецензент болғандықтан 12-13 пункттен тұрады. Сол егерде әріптестер қарсы болмаса, рұқсат берсе, председатель толығымен бұл рецензентті оқымай, негізгі пункттарын атап қарастырып өтсем. Бауыржан жұмысы бойынша негізгі мақалаларды қарастырыпты, жазыпты, Скопус баспасында шығарған, жариялаған. Бұның процентелі Скопуста 36 пайыз көрсетілген. Бұл мақалада микрофакелге негізделген жану құрылғыларының жұмысы қарастырылған, ғылыми деңгейі жоғары диссертациялық тақырыбы бойынша сәйкес келеді. Және одан басқа осы комитеттің ұсынысы бойынша тізімге енген баспаларда тағы да мақалалар көрсеткен, сол бірнеше мақала көрсеткен. Сол мақалаларды қарастырғанда бұл мақала теориялық зерттеу көрсеткен. Мақалада өзінің зерттеу жұмысы бойынша диссертация тақырыбына сәйкес келеді. Негізінен мақалалары толығымен. Осында диссертацияны қараған кезде осында ескертулер байқауға болады. Ескертулерді айтып өтейін. Атап, диссертациялық жұмыстың ғылыми құндылығы төмендетпейтін кейбір статистикалық және орфографиялық қателіктер бар. Оны айтып өтейін. Ол орысшадан қазақшаға мүмкін аударғанда кетіп қалған қателіктер шығар. Екінші, қосымшада жаңа өнімдер мен олардың элементтерінің өлшемдері бар көбірек жұмыс сызбаларын келтіру қажет болатын еді. Бірақ аса сызбалар мен суреттерді аса көп келтірмепті. Бірақ презентация бойынша жаңа қорғаған кезде мен қарап отырмын. Презентацияда бар сол суреттер атаған. Ал бірақ диссертацияда жөндеп көрсетілмеген. Жоғарыда аталған ескертулерді ескере отырып, осы диссертациялық ғылыми және практикалық құндылығын төмендетпейді. Және оның артықшылықтарын айқын көрсетеді осы жұмыс бойынша. Ресми рецензенттің шешімі. Диссертация өзінің мазмұны және мағынасы бойынша аяқталған ғылыми жұмыс болып табылады. Және қажетті ғылыми деңгейде орындалған, қолданбалы маңыздылыққа ие. Жалпы Наурыз Бауыржан қарама қарсы бұрылатын ағындары бар микрофакелді құрылғыны әзірлеу және зерттеу тақырыбындағы диссертациялық жұмысты Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің дәрежелер беру қағидаларының талаптарына сәйкес келеді. Ал оның авторы Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапа қамтамасыз ету комитетінің алдында Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім 8-07-17-00 жылу энергетика мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алу бойынша ұсыныс жасауға лайықты деп санаймын. Ресми рецензент қауымдастырған профессор, PhD докторы, жылу энергетика кафедрасының меңгерушісі, Торайғыров университеті, Павлодар қаласы, Карманов Амангелді Ерболович. Рахмет. Рахмет. Келесі сөз диссертация бойынша ғылыми кеңесшілер Достяров Абай Мухамедиярович. Сізге сөз. Здравствуйте, уважаемые члены диссертационного совета. Я хотел бы прежде всего отметить, что Бауыржаном я встретился на первом курсе докторантуры. Когда он поступил, я был назначен
как раз переехал из Астаны, был назначен руководителем, научным, вернее, консультантом. И хотел бы отметить, что мы совместно приняли вот такую тему разработки и исследования микрофакельного устройства с встречно-закручивающими течениями. Дело в том, что данная тема была очень интересна с точки зрения... Наша группа давно занимается микрофакельным сжиганием топлива. В связи с этим данная технология имела ряд преимуществ именно для снижения токсичности камер сгорания газотурбинных двигателей, так как основным вредным выбросом камер сгорания газотурбинных двигателей и установок является почти 90% из них составляет как раз оксиды азота. А микрофакельное сжигание обеспечивает именно снижение в основном не только оксидов азота, а также не сгоревшие углеводороды и могут обеспечить высокую полноту сгорания. Актуальность данной темы связана была с тем, что мероприятия, которые приняты Министерством энергетики в Казахстане, с каждым годом собирается увеличивать количество газотурбинных установок не только в газоперекачивающих станциях, но и тепловых электрических станциях в составе парогазовых установок. Например, до 1935 года более 10 городах нашей республики планируется и уже начало строительство, например, Кызылординская ТЭЦ, Чимкентская ТЭЦ-3, запланировано в Алмате 3 станциях ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, ну также в Астанинских, ну и других городах нашей республики. Но самым главным востребованность данных исследований вызывает тем, что в настоящее время, вы знаете, газопроводы, которые существуют в Казахстане, обеспечиваются в основном работой газотурбинных установок. Их количество составляет более 200 по Казахстану. И сейчас в связи с тем, что Казахстан с Россией приняли решение, что эксплуатировать газопровод Интергаз Центральная Азия в реверсе, то есть наоборот, если раньше газ качался из Туркмении и из Узбекистана в Россию, то сейчас принято решение из России, наоборот, газ перекачивать в Узбекистан и Казахстан. В связи с этим существующие на этой станции газотурбинные установки, многие из них не соответствуют жестким требованиям по экологии. А наши вот эти разработки, в том числе и Наурыз Бауыржана, могут обеспечить хорошее выполнение норм по выбросам, особенно оксидов азота. То есть микрофакельные методы сжигания, они обеспечивают снижением ниже 20 ppm, миллионной доли. То есть, таким образом, также и его разработки Наурза, микрофакельное сжигание за счет встречно-закручивающих течений, он будет, естественно, востребован, так как его разработки, они не требуют сильно выполнения каких-то заводских условий. Даже в условиях мастерских эти фронтовые устройства микрофакельные встречно-закручивающими течениями могут быть обеспечены быстро заменой существующих камер сгорания именно только фронтовой части и горелочных устройств. Поэтому, я думаю, актуальность она еще больше увеличивается. Ну, что касается основных пунктов, значит, научные новизны здесь достаточно хорошо были перечислены. Я единственно хотел, кроме этого, отметить вот в части актуальности
Бауыржан очень хорошо участвовал в нашей команде именно также в выполнении 2 государственных грантов. У нас были 2 государственных гранта. Это исследование и разработка микрофакельных фронтовых устройств комплексных технических решений с целью повышения экологической безопасности газотурбинных установок в Казахстане. Это АР 148-72041 и подобная же разработка исследований новых фронтовых устройств с целью экологической безопасности газотурбинных установок в Казахстане. Это АР 051-34-025. То есть активное его участие в этих грантах именно в части экспериментальных данных были нами использованы вот в отчете в этих проектов грантового финансирования. Личный вклад автора. Непосредственно автор, Наурз Бауыржан, участвовал в обосновании актуальности работ, сам выполнил анализ литературных данных, патентный поиск. Кроме этого, им были проведены численные моделирования с использованием пакета программы ANSYS Fluent. Я уже сказал, проведение обработки экспериментальных установок, он очень активно участвовал не только в своей, но и в выполнении грантов. Естественно, участвовал также совместно со мной в разработке новых технических решений. В частности, мы встречно-закрученные течения использовали в одном из патентов, в евразийском патенте, и также для водогрейных котлов. Честно, в целом я считаю, что диссертационная работа Наурз Бауыржан Хусайнулло на тему разработки исследований микрофакельного устройства встречно-закручивающими течениями отвечает всем критериям и требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям согласно законодательству Республики Казахстан, а докторант достоин присуждения академической степени доктора философии в группе образовательных программ Д-098 «Теплоэнергетика». Научный консультант, доктор технических наук, профессор Дастияров. Жақсы, рахмет, Абай Мухамедьярович. Следующее слово предоставляется зарубежному научному консультанту Терзиев Ангел Костадинов, профессор, декан факультета энергетика и энергетические машины, Технический университет Софии, город София, Болгария. Ангел Костадинов у нас участвует в заседании онлайн. Нас слышно? Вам? Да, погромче. И вам слово, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые коллеги и гости. Ангел, пожалуйста, чуть громче. Разрешите представить вашему вниманию. Помоги, пожалуйста. Вы не слышите? Сейчас он, Максим, поможет. Хорошо? Разрешите представить вашему вниманию опыт диссертации Наурз Бауыржан, разработка исследования микрофакельного устройства с вечно-закручивающими течениями. Наурз провел обширный анализ исследований в области микрофакельного сжигания и разработал собственную камеру сгорания с вечно-закручивающимися течениями для микрофакельного сжигания, которая удовлетворяет по экологическим и экономическим параметрам современных требований. Исследование разработки математической модели процесса горения топлива, смещение также образования оксидов азота с использованием программы ANSYS Fluent было выполнено с высокой
высокой тщательности и профессионализмом. Особенно важными являются исследования в области камеры с встречно закрученными течениями, которые обеспечивают микрофакельное сжигание с улучшенными технико-экономическими и экологическими параметрами, которые значительно улучшат производительность и эффективность газотурбинной установки. Во время работы на диссертации Наурыз Бауржан является исполнителем научного гранта. Глава 1 представляет обзор ключевых аспектов диссертации, представлен анализ современного состояния вопроса и обзор основных направлений темы диссертации. Приведен анализ фронтовых и горелочных устройств для камеры с горением газотурбинный двигатель, используешь принципы микрофакельного горения и отмечены ее преимущества и недостатки. Микрофакельное устройство является одновременно и топловодопадающими стабилизирующими элементами камер сгорания топлосжигающих установок. Также обозначено основное направление развития, осуществление обстановка задач и определение целей исследований. Глава 2 приведены результаты численного моделирования процессов подготовки горения топловоздушной среды с учетом закрутки потока и образования токсичных веществ, особенности оксидов азота. Для исследований преимущества микрофакельного устройства с встречно закручивающимися течениями предварительно подготовленной топловоздушной смеси и являющимися эффектами, способными снижения образования оксидов азота. Были использованы схемы и отдельная основная часть форсунки, на которой соискателям были получены патенты. Исходя из проведенного анализа в процессе моделирования было исследовано влияние закрутки лопаточных завихрителей противоположно закрученной на выходе. Результаты показывают, что угол 30 градусов является оптимальной с точки зрения образования оксидов азота. Для определения концентрации оксида азота была представлена конечная формула, где были введены коэффициенты, учитывающие влияние качества смещения первичной зоны камеры, которые определяются конструкцией микрофакельного устройства, которые зависят от типа завихрителя и угла установок лопаток, друг другу асимметричных каналах, а также высоты щели для подбора воздуха между регистрами. Глава 3 приведена описание экспериментального стенда и физической модели для исследования микрофакельного устройства встречно закручивающимися течениями. Представлена методика проведения экспериментов, описание и характеристики измервательных приборов, основного уравнения для определения основных параметров, а также оценка поверхностности измерений. Глава 4 представлены результаты экспериментальных исследований процессов горения и эффективного сжигания газообразного топлива. Результаты численного моделирования данных в сравнении с результатами натурных экспериментов. Приведены разработанные технические решения, на которые соискателям получены авторские свидетельства, также сравнение технических решений, полученных соискателем с их прототипами. Заключение включает в себя подробные результаты и выводы, которые свидетельствуют о высоком уровне исследований и его значимости для камеры сгорения газотурбинной установки. Баурыз Бауржан проделал значительную работу, и его исследование является важным вкладом в области микрофакельного сжигания и камер сгорения с встречно закручиваемым течением. Считаю, что требования к докторской работе, образовательные, научные и целовыполненные, докторант повысил свою квалификацию в области темы диссертации. Кроме того, я считаю, что проведенные исследования находятся на очень высоком уровне, а полученные результаты могут быть использованы как в инженерном науке, так и в практике. Я высоко ценю полученные патенты, тоже авторские свидетельства. Докторская работа на тему разработка и исследования микрофакельного устройства встречно закручивающимися течениями достигает достойного уровня научного мастерства. Она обладает внутренней целостью, теоретической и практической значимостью и соответствует требованиям продвигаемой диссертации по исканию нужной степени философии по специальности теплоэнергетики. Автор поправок заслуживает присуждения ему степени доктора наук Петр
область. Спасибо за внимание. Спасибо. Ары қарай енді заключительный кончетес бар жоқ есеп комиссиясын сайлап дауыс беру процессіне көшеміз. Желающие можете. Или в зале, может быть, желающие, неофициально тоже разрешается, неофициально отзывы о диссертации. Можете участвовать. Пройдите, пожалуйста, и микрофон включите поближе. Представьтесь. Саламатсыздар, Умуш Ильдияс, Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің мұғалімі. Енді құрметті диссертация кеңесінің мүшелері, сіздер білесіздер, жаңағы жану үрдістерін зерттеу негізі өте күрделі болып саналады. Әсіресе мынау жаңағы жанудың ішіндегі процестер, үрдістер өте қиын зерттеу. Қазіргі кезде ондай зерттеу өте үлкен қаражатты қажет етеді. Сондықтан да Бауыржан өзінің зерттеулерінде жаңағы көбінесе көп жағын жаңағы сандық модельдеуге жүгінді. Осы сандық модельдеу арқасында жаңағы осы екі қарсы ағатын ағынның түйісу нүктелері, сонымен осы жаңағы осы түйісу нүктесіне әсер ететін факторлар, яғни жаңағы ауаның артықтық коэффициенті, жаңағы оты мен ауаның жылдамдығы, қабықшалардың жаңағы орналасу деңгейі, мысалы бұрышы, осының барлық факторларын зерттей отырып, жаңағы өзі жаңарығын ұсынды, оны және металл ретінде жасап, оған жаңағы экспериментті түрде зерттеулер жасап, жаңағы нәтижелерге жетті. Сондықтан да менің ойымша бұл жаңағы ғылыми жұмыс жүйелі түрде жасалынған, реттелген. Сонымен осы ғылыми жаңалығы жаңағы патенттермен дәлелденген. Сондықтан да құрметті диссертация кеңесінің мүшелерін осы жұмысты қолдауыңызды сұраймын. Рахмет. Рахмет сізге. Тағы да егер бар болса, залда отырған, шақырылған диссертация тақырыбы бойынша айтамын дейтіндер кафедра мүшелерінен диссертация теплоэнергетика кафедрасында орындалған. Қандай да бір пікір білдіреміз дегендер бар ма? Есть ли кто желает? Болады, келіңіз. Саламатсыздар ма? Ямбек Аян Қосбекқызы, жылу энергетика кафедрасының мұғалімі. Енді көріп отырғаныңыздай, бұл жұмыстың қазіргі өзекті мәселелерді талқылайтын жұмыс екенін көз жеткізуге болады. Себебі қазіргі кезде министрліктің алдында да жылда қойылып отырған мемлекет алдындағы жұмыстарда газ турбиналық қондырғыларды дамыту жоғарғы мәселе болып табылады. Сол тұста бұл диссертациялық жұмыста бағанағы микрофакелді жағу әдісін қолдану арқылы қарсы ағынды микрофакелді қондырғыны қолдану қарастырылған. Сол бұл диссертанттың көріп отырғанымыздай жұмысты орындау барысында көптеген үлкен ауқымды жұмыс атқарған байқауға болады. Сандық модельдеуде алдын ала бағанағы қажетті қалашылардың орналастыру бұрышын анықтау бойынша сандық модельдеу жүргізіп, содан кейін сол анықталған параметрлер бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілген көріп отырмыз. Алынған нәтижелер жалпы бағанағы осы недегі қарастырылып отырған болашақтағы түрлі оттық құрылғылар болсын, сонымен қатар микрофакелді қолдана отырып оттық құрылғыларды жасауда өзекті деп санаймын. Сондықтан кеңес мүшелерін докторантты қолдауға шақырамын. Жақсы, рахмет. Тағы да бар ма? Да, конечно. Уважаемый председатель, можно участвовать, да? Рахимджан Бабахаджаев, Ташкентский государственный технический университет. Если честно признаваться, эта работа очень мне понравилась. Я считаю, что эту работу выполнена на высочайшем уровне, который требует, у нас называется Высшая аттестационная комиссия, у вас, наверное, по-другому называется, которая аттестует и присуждает учебную степень. В чем заключается? То есть мне понравилось. Актуальность не вызывает сомнений. Это очень сейчас требуемая такая работа, требуется результаты науки для промышленности. Научная новизна соответствует на требуемом уровне.
Так, в чем? Очень важно. Разработана математическая модель, выполнены численные исследования, то есть компьютерное решение имеется. И самое главное, автором и его под руководством научного руководителя, уважаемый профессор Басьяров Абай Мухаммадьярович, создан экспериментальный стенд. Я смотрю рисунки, такие стенды не всем по рукам построить и экспериментировать. Это хорошее, я вижу, я тоже постараюсь так делать своими учениками. Это установка очень сложная, трудоемкая и финансоемкая. Если диссертант согласился выполнить такую работу, я поздравляю. Вы достигли наилучшего уровня по направлению науки. Так. И поэтому полученные экспериментальные результаты, вообще в техническом направлении науки, самый точный результат – это экспериментальный результат, физический эксперимент, который он получает. Численные результаты можно прогибать на любую сторону. Но физический эксперимент точный и более четко характеризует процессы, проводимые в таких установках. Вот самое главное, это считается, который поднимает уровень диссертации. И второе, это патент на изобретение. Я сам переписываюсь с комитетом, агентством своим республиканским. Чтобы получить патент, утверждение, я 2 года трачу времени, переписываемся, вопросы-ответы. А у него уже 3 патента есть на изобретение. Это большое достижение, я считаю. И поэтому его результаты исследования достаточно на высоком уровне обсуждения, то есть опубликованы в различных изданиях, современных диссертациях, которые имеют высокий уровень, международный уровень. И я, слушая уважаемых рецензентов оппонентов, тоже я пришел к мнению, они хорошо рассмотрели, хорошо прочитали, анализировали и дали свои мнения по этой работе. И следующее, по диссертанту хорошая информация подал нам уважаемый профессор Басьяров Абай Мухаммадьярович. Большое спасибо. Значит, он действительно делал сам эту работу, участвовал в грантах, выиграть и выполнить этот грант, это большое тоже дело. И заключая, я пришел к такому мнению, я буду голосовать за присуждение ученого степени. У вас как называется? Так, доктор философ, PhD по образовательной программе теплоэнергетики. Так, да? И поддерживаю своих коллег тоже голосовать за такое решение. Спасибо большое. Рахмет. Пікір білдіреміз дегенде тағы да бар ма бізде диссертациялық кеңес мүшелерінің арасынан қосымша? Дұрыс пе, конечно, онда. Бір-екі сөз айтайын. Жақсы. Орыс тілінде айтсам. Большое спасибо за такую защиту. Конечно, хотелось бы первое огромное спасибо сказать председателю, второе, это, я думаю, руководителю, у которого такая плеяда идет докторантов, которые защищаются, научная школа такая развита в этом направлении. Диссертация действительно актуальная. В данный момент и Абай Мухаммадьярович сам дополнил к этому вопросу, что действительно сейчас будет очень актуально на газовых установках и станции, и думаю, для каких-то других промышленных целей именно нужно будет. Если говорить, что в дальнейшем в планах у Казахстана тот же атомная электростанция, то это однозначно будет еще и станция строится газовая. То есть тема действительно актуальна, практически применима. Что касается самой диссертации, действительно в диссертации есть теоретическая часть в полной мере, описание и все остальное. То есть есть также экспериментальная часть, есть моделирование, есть внедрение акта, есть действительно патенты, то есть полный такой пакет
то, что должно быть действительно в каждой диссертации, я считаю. И что радует, конечно, все это действительно, как коллега говорил, подтверждено экспериментами. Эксперимент сейчас не очень просто делать. Это сложности вызывает, особенно такие. Если я представляю Турагев университет, да, например, Павлодарский, у нас на углу все, здесь на газу, поэтому для нас тоже очень интересно. На угле, например, еще сложнее сделать установки, поэтому это очень радует, что такие практические именно экспериментальные диссертации защищаются здесь, и действительно всех членов рекомендую за положительное решение проголосовать. Ну, все. Рахмет. Леспек Канич, барлық пікір алмасу аяқталған болса, онда құрметті диссертациялық кеңес мүшелері барлықтарыңызды есеп комиссиясының құрамын бекітуді қатысуларыңызды сұраймыз. Мен рұқсат етсеңіз, Леспек Канич, есеп комиссиясына дауыс беру бойынша дауыстарды санауға есеп комиссиясының құрамына Карманов Амангелдер Болышты және Талипов Олжас Манарбекович сіздерді қоссақ деп ұсынам. Және мен өзім дауыс беру бойынша онлайн дауыстарды көрсеткенге жаңағы хатшы ретінде. Қарсы болмасаңыздар, қол көтерсеңіздер егер. Кайрат Асангалевич, вы онлайн слышно, да? Вот, не против? Слышно. Хорошо. Ага, жақсы, рахмет. Онда дауыс беруге біз көшеміз. Наурыз Бауыржан диссертант, сіздер сыртқа шықсаңыздар болады. Дауысын өшіріп қойсаңыздар, онлайн трансляцияны звук выключить. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, ары қарай жалғастырсақ жұмысымызды. Дауыс беру бойынша, дауыс беру бізде онлайн форматта өтті, жасырын дауыс беру. Дауыс беру бойынша есеп комиссиясының құрамы, есеп комиссиясының төрағасы Талипов Олжас Манарбекович, комиссия мүшелері Карманов Амангелдер Болыч және Оразалиева Сандуғаш Табергенна. Сөзді есеп комиссиясының төрағасы Талипов Олжас Манарбековичке береміз. Дауыс беру нәтижелерімен таныстырып өтсе. Дауыс беру комиссияның нәтижесі бойынша диссертациялық кеңес отырысында барлығы 9 мүше болды. Диссертациялық кеңес мүше қатысқан 8 офлайн, 1 кісі онлайн. Оның ішінде диссертация тақырыбы бойынша мамандар 3, рецензенттер 2. Енді дауыс беру, жасырын дауыс беру болды Google форма арқылы. Сонымен дауыс бергендер 9. Сонымен инженерия және инженерлік іс, жылу энергетика мамандығы бойынша философия доктор PhD дәрежесін алу үшін Наурыз Бауыржан Құсайынұлына философия доктор дәрежесін беру 9 адам, 9 мүше дауыс берді. Сонымен 9 кісі единогласно. Бір ауыздан болды. Леспек Канич, сөз өзіңізде қорытындылау. Енді мен вообще-то страна у нас веселая, вся на угле сидит. Сондықтан мы должны вокруг то дела, но работа интересная, мне кажется. Знаете, всегда мы говорим актуальность работы, новизна и как он доложился. Мне кажется, по всем 3 параметрам он удовлетворяет всем 3. Поэтому предлагаю проголосовать за присвоение степени доктора философии нашему соискателю. Но это мое предложение. Каждый может голосовать, как ему хочется. Никакой навязанности нет. Все, спасибо. Жақсы, рахмет барлық диссертация кеңес мүшелеріне, қатысушыларға. Бір ауыздан диссертациялық кеңес мүшелерінің дауыс беруінің нәтижесінде бізде ары қарай комитет алдында Наурыз Бауыржан Құсайынұлына
философия докторы дәрежесін беру үшін комитетке ұсыныс жасауға біз ұсыныс береміз. Аттестациялық ісін жолдаймыз. Наурыз Бауыржанға сәттілік құттықтаймыз. Рахмет барлықтарыңызға. Егер де Бауыржан өзің айтатын сөз болса, соңында өзіңе сөз беріледі. Баяндамашы. Иә. Диссертация кеңес мүшелеріне өстіп уақыт бөлгендеріне алғысымды білдірем. Және де өзімнің жетекшіме мыңда бір алғыс білдірем. Осылай мені осындай ғылыми жолда маған шамшырақ болғанына алғысымды білдірем. Рахмет барлықтарыңызға. Жақсы, рахмет. Осымен біздің диссертациялық кеңестің екінші отырысы аяқталды деп есептейміз. Бірінші отырыс бізде жұмыстарын қабылдау біздің мүшелігі бойынша, ал защита бізде екінші хаттамамен бекітіледі. Рахмет барлықтарыңызға.